Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді күріш ботқасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға суымызды құйып, үстіне жуылған күрішімізді қосатын боламыз. Үстіне 1 шай қасық тұзды да қосамыз. Оттың ең төменгі температурасына пісіретін боламыз. Менде видеода күрішім 5 минутта пісіп шықты. Суды құйғаннан кейін міндетті түрде араластырып тұрамыз. Әйтпесе суымыз тартылып, күрішіміздің асты жабысып қалуы әбден мүмкін. Менде бұл кезекте күрішім пісіп шықты. Үстіне 400-450 мл сүтті құйған болатынмын. Сіз өз қалауыңызша одан көп немесе аз қоссаңыз болады. Бірақ менде балаларым сұйық ботқаларды қатты жақсы көргеннен кейін мен осылай сұйықтау қылып пісірген болатынмын. Қантты да өз қалауыңызша қосасыз. Мен 1,5-2 ас қасық шекер қосқан болатынмын. Міне менде осылай ботқам пісіп шықты. Үстіне 70-80 грамм сары май қостым. Сары майымыздың ерігенін сәл кішкене күтіп, дайын болғаннан кейін ысына берсеңіздер болады. Таңғы асқа өте таптырмас тағам, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Ең бастысы 2-ге 1 қып қосасыз. Мысалы 200 грамм күріш қылсаңыз, оның үстіне 400-450 сүтті қосатын боласыз. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздерге ұнады деген ойдамын, және әсемдік үшін осылай мен мұздатылған таңқурай қосқан болатынмын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.